Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін сәбізден жасалған торт жасаймыз. Өте дәмді, әрі жұмсақ болып піседі. Бірге жасап көрейік. Алдымен бізге 3 жұмыртқа керек. 3 жұмыртқаны біз миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп алуымыз қажет, көпіргенінше. «200 грамм қант қосамыз. Толығымен қантымыз ерігенше араластырамыз. 250 грамм сәбізді миксермен өткізсеңіздер де болады, либо теркадан өткізсеңіздер де болады. Грецкий орех 120 грамм, изюм қоссаңыздар да болады. Жарты шай қасық ас содасы, 300 грамм ұн, 15 грамм разрыхлителді бірге араластырамыз да, ситадан өткізіп қосамыз. Жартысын қосып араластырып аламыз да, қалған жартысын тағы қосып, солай толығымен қосып шығамыз. 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Кремімізге 200 грамм сливки, 180 грамм творожный сыр, толығымен миксермен араластырамыз. Сгущенка қоссаңыздар да болады, немесе сахарный пудра қоссаңыздар да болады. Кремімізді дайындаймыз. Осылай видеодағыдай ретпен қосып шығамыз формочканың ішіне. Кремімізді жағамыз. Қорждарымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Осы рецептен 3 қорж шығады. Толығымен кремімізді бетін жағып шығамыз да. Бетіне өздеріңіз қалағанша сеуіп шықсаңыздар болады. Орех сепсеңіздер де болады. Мен тестадан қалған ұнтағын септім. Мінекей морковный тортымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Ұлбосын.